Еттен де дәмді қуырылған кабачоктар жасаймыз. Алдымен кабачоктарымызды жуып, тазалап аламыз. Одан кейін осындай бөліктерге бөлеміз. Одан кейін келесі бетін, кесілмеген бетін тағы да үстінен кесіп шығамыз. Бізде осындай әдемі кесілген кабачоктарымыз дайын болады. Одан кейін үстіне тұз, бұрышты сеуіп, жақсылап барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа, майонезді салып, тұз, бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Осымен клярымыз дайын. Ұнға панировочный сухарит салып, жақсылап араластырамыз. Кабачоктарымызды сығып аламыз. Жаңағы ұнымыздың үстінен аунатып, толықтай клярымызға салып аламыз. Жақсылап тұрып, қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Қалған клярларыңызды үстінен осылай құйып шықсаңыздар болады. Бетін жауып, қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен қуырылған кабачоктарымыз дайын. Сметанамен жесеңіздер өте дәмді. Егер видео ұнаса, парақшаға тіркеліп, сақтап алуды ұмытпаңыздар.